Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен зады. Бүгін духовкада ет дайындаймыз. Менде сиырдың жұмсақ еті, ал сіздер үйде қандай ет бар, соны алып дайындасаңыздар болады. Ең алдымен маринад дайындауға кірісеміз. Ол үшін чеснокты пресстен өткізіп, қалған дәмдеуіштерді салып, тұз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Енді етті жуып, суын сорғытып, бір қақпағы бар үлкенірек ыдысқа салып, дайындап аламыз. Егер сізде етті көбірек алсаңыздар, онда осы маринад жеткілікті болады. Ал егер азырақ алсаңыздар, онда маринадты шығындап жасайсыздар. Мінекей еттің бетіне маринадты салып, екі жағына да бір келкі етіп жағып шығасыздар. Одан кейін қақпағын жауып, бір салқын жерге немесе холодильникке 5-6 сағатқа шығарып қоясыздар. Енді фольгаға дайын маринадталған етімізді ораймыз жақсылап. Нығыздап орайсыздар фольгаға. Ол дайындалып жатқанда сорпасы шығады, сол сорпасы протеинге ағып кетпес үшін. Оның сорпасы бізге соус ретінде дайын болғанда керек болады. Сүзгіден өткізіп, соус ретінде бересіздер. Міне фольганың бетін пышақпен тесіп, бу шығуы үшін 180 градуста қызып тұрған духовкаға 1 сағатқа қоясыздар. Енді 1 сағат өткеннен кейін мына фольганың бетін ашамыз. Одан кейін духовкаға бір 30-35 минутқа қайтадан салып, әрі қарай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Гарнирға мен піскен күрішпен бұқтырылған сәбіз бердім. Сәбізді бір аз майға қуырып аламыз. Оты орташадан сәл жоғары болсын. Табаның астындағы бір шымшым тұзбен қара бұрыш салып, әрі қарай қуырып, кішкене су құйып, қақпағын жауып, сәбіз жұмсарғанша бұқтырып аламыз, отын азайтып. Мінекей біздің асымыз дайын. Мен отбасыма осылай дайындап беремін. Духовкада дайындалған ет әрі дәмді, әрі жұмсақ болып пісті. Міне бетіне соус құйып, көкөністермен мен отбасыма осылай ұсынамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.